Сәлем менің YouTube көрермендерім, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге бүгін тұздың адам ағзасына қандай пайдасы бар екен айта кететін боламын. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жуыңыз. Кофеңіздің ішіне бір шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз. Қол орамалдарды жуудан бұрын оны бір уыс тұз ерітілген жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруді таптырмас көмек саналады. Сарғайған терезе жабынын жуудан бұрын тұзды суға салып қойыңыз. Шикі жұмыртқаны, әсіресе оның ағын шайқағанда, міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлдеқайда жеңілдейді. Бұл жұмыртқаны қантпен шайқағанда қолданбайды. Жұмыртқа пісірілетін суға міндетті түрде тұз салыңыз. Жұмыртқа жарылса да, тұзды суда ағып кетпейді. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеуі үшін оны сәл-пәл тұздаған суда ұстаңыз. Кесілген пиязды тұздап қойса, өзінің қалпын сақтайды. Егер бір шақпақ қантты ащы тұздалған сорпаға жарты минутқа салып алса, тұзы кемиді. Егер сорпа тым қатты тұздалса, жаңағыдай әдісті 2-3 рет қайталаған жөн. Ыстық күндері май салынған ыдысты тұзды суға малынған шүберекке орап қойса, май ерімейді. Тағам қуырған кезде табаға кішкене тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Духовкаға қойған печенье күйіп кетпес үшін форма астына аздап тұз салу керек. Балдыр иісі шыққан балықты тұзы ащы езілген салқын суға салып қойса, жаман иіс кетіп қалады. Балық тазалаған кезде қолды тұзға батырып алу керек. Бұл еңбекті жеңілдетеді. Қабығы жарылған жұмыртқаны тұзды суға салып пісірсе ақпайды. Овощтағы, яғни жем-шелектегі жәндіктерді тазарту үшін оны пісірер алдында тұзды суға батырып алу керек. Шойын ыдысты тат басса, оны тұз қышқылының әлсіз ерітіндісімен сүртіп кетіруге болады. Кірленген шойын ыдыстарды елеп алынған майда құммен, түрлі қағазбен ысып тазалап алып, одан кейін сода қосылған сумен жуу керек. Жаңа сатып алынған шойын табаны пайдаланудан бұрын әуелі қатты жанып тұрған отқа қойып, ішіне тұз салып, өртеп алу керек. Тұз құйып қоңыр қызыл түсті болған кезде табаны оттан алып қоясыз да, біраздан кейін сол тұзбен табаның ішін ыстықтай сүртесіз. Бұдан кейін табаның ішін өсімдік майымен майлап, пешке қойып, әбден қыздырып аласыз. Осылайша қыздырылған табаға тамақ жабыспайтын болады. Сіздерге менің ақпаратым ұнаса, міндетті түрде подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ертеңде сіздерге күнделікті жақсы жаңалықпен бөлісіп отыратын боламын. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.